Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Диана. Бүгін сіздермен банановый трайфл тортын дайындаймыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркелеміз. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Оның үстінен қантымызды саламыз. Және миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Осындай жұмыртқамыз осындай күйде көтерілу қажет, аппақ түске еніп, және бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Және сұйық майымызды қосамыз. Бұл торттың дәмі өте ерекше, жасап көрулеріңізге болады. Өте оңай рецепттердің бірі. Және сүтімізді құямыз. Миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Және електен өткізілген ұнымызды саламыз. Ұнымыздың барлығын бірден салуға болмайды. Аз-аздан салып отырамыз. Және ұнымыздың үстінен разрыхителімізді саламыз. Барлық заттардың өлшемі описаниеде жазылып тұр. Миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Осы рецептпен сіздер заказ қабылдасаңыздар болады. Үйге балаларға жасап берсеңіз де өте дәмді торт. Және какаоымызды қосамыз, електен өткізілген. Какаоның да барлығын бірден салуға болмайды. Бөліп сала отырып, миксердің көмегімен осылай жақсылап араластырамыз. Бізде осындай қамыр пайда болу қажет. Өте жылтыр, какао түйіршіктері жоқ болу қажет. Және табамызға саламыз қамырымызды. Және 180 градуста 35-40 минутта пешімізде пісіріп шығамыз. Пісіп шыққанша біз кремімізді дайындайық. Ол үшін бізге 33-35% сливки қажет. Салқын күйде. Және сливкиміздің үстінен сахарный пудрамызды салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Сливкиміз қою болғанша араластырамыз. Және оның үстінен крем чизімізді саламыз. Творожный сырымыз яғни. Және бұны да тоже жақсылап араластырамыз миксердің көмегімен. Өте қою, осындай жылтыр, әдемі, үлпілдек крем пайда болу қажет бізде. Және шоколад дайындаймыз. Ол үшін сливкимізді қайнатып емес, жылытып аламыз. Және үстінен шоколадымызды саламыз. Және ерігенше араластырамыз. Бізде осындай шоколад пайда болады. Біздің қамырымыз пісіп шықты. Осылай езіп аламыз. Блендердің көмегімен езсеңіздер өте керемет болады. Өкінішке орай менде блендер болған жоқ. Сол үшін осылай болып түйіршіктеніп тұр. Ал сіздер блендермен жақсылап араластырсаңыздар болады. Және трайфлға арналған осындай ыдыстар сатып алсаңыздар болады. Өте әдемі, керемет болып үйлесіп кетеді. Енді трайфл тортымызды жинақтаймыз. Үлкен қасықпен осылай бір қасықтан өлшеп саламыз. Кремімізді үстінен құямыз. Осылай кондитерский мешокпен құйған өте ыңғайлы болады. Және үстінен бананымызды саламыз. Бананмен жасасаңыздар болады. Клубника, малина және жаңғақпен жасасаңыздар болады. Ол өз қалауларыңызбен. Және бананымызды салғаннан кейін осылай
үстінен тағы бір қасықтан қамырымыздан салып отырамыз. Және тағы да үстінен осындай кремімізді құйып шығамыз. Осылай бірнеше рет қайталаймыз, ыдысымыз толғанша. Дәмі өте керемет және оңай рецепттердің бірі. Біздің үйдегілерге өте қатты ұнайды. Сол үшін мен жиі жасап тұруға тырысамын. Және дастарханға қойсаңыздар да өте керемет. Ең соңында кремімізді құямыз. Осы рецептпен заказ қабылдасаңыздар да болады. Заказ қабылдап, ақша тапсаңыздар болады. Және қасықтың көмегімен мен осылай үстін тегістеп аламын. Себебі шоколад құйғанда тегіс әдемі көріну үшін. Осылай тегістейміз барлығын және үстінен шоколадымызды құямыз. Шоколад өте сұйық болғаны жақсы. Холодильникте бір күн сақталынады. Сол кезде өзі қоюланып өте әдемі көрініске ие болады. Осылай барлығының үстіне шоколадымызды құямыз. Бізде осындай трайфлымыз дайын болды. Енді келесі кезекте оформление жасаймыз. Сіздер өз қалауларыңызбен жасасаңыздар болады. Мен осылай бананды ортасынан бөліп, үстіне бір-бірден қойып шықтым. Оформление әркімнің өз қалауында болады. Және осы трайфлдарымыз дайын болып шықты. Бетін осылай жауып, бір күн холодильникте сақтасаңыздар, дәмі өте керемет болып шығады. Міне біздің трайфлдарымыз дайын. Жасап көруге кеңес беремін. Рецепт ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Ас болсын.